Шақарымызда жоба құны 150 миллион теңгені құрайтын МОВ үйге және кеңсеге арналған әлемдік деңгейдегі дизайнерлік сауда үйі ашылды. Бүгінде қала бойынша кәсіпкерлік саласын дамыту негізі қалыптасып, жұмыссыздық деңгейін төмендету бағытында тиісті шаралар кеңінен атқарылуда. Тұрақты қолдаудың нәтижесінде Қызылорда қаласында бизнес жобаларды мақсатты түрде игеріп, кәсіпкерлікке бет бұрушылардың қатары көбеюде. Оңды істің жалғасы ретінде қала орталығынан ашылған МОВ сауда орталығы үйге және кеңсеге арналған жиһаздар сатады. Кеңсе жиһазды шетелдерден импорттаумен айналысатын компанияның Қазақстанда 7 шоурумдары менен өзінің дизайнер орталықтары бар, және архитектор мен дизайнерларға арналған тегін коворкинг центрлары жұмыс атқарады. Компанияның 20 жылдан астам тарихы бар. Компания біз шет мемлекеттерден, бұл атап айтқанда Италия, Турция, Германия, Франция елдерінен кеңсе жоғары сапалы кеңсе жиһаздарын импорттаумен айналысамыз. Қазіргі таңда компанияның өзінде масштабирование жұмыстары жүріп жатыр. Компанияның Modern Office Design және Modern Office франшиза деген бағдарламасымен жасалған. Біз қазір ТМД елдерімен және Қазақстандағы басқа қалаларға франшиза сатумен айналысып жатырмыз. Кеңсе жиһазын және үйлерді, пәтерлерді әсемдеп, әрлеумен, эстетикалық сан келтірумен айналысатын дизайн орталықтары бар. Modern Office Furniture компаниясы бұл Қазақстандағы ассоциация, архитектор мен дизайнерлар ассоциациясының мүшесі, және DD Market деген дизайнерлік орталықтың мүшесі. Менің өзім ассоциация кәсіпкерлер қоғамының Астана қаласы бойынша ассоциациясының мүшесімін, және де бізде өзіміздің бизнес құрылтайымыз бар, КИТ деген сол бизнес сообществоның мүшесімін. Modern Office Furniture компаниясы және сонымен қатар Жусан банкпен біз өте тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Осы жобаның құны 150 миллион теңге тұратын. Осы жобаның бізге іске асыруымызға Жусан банктың үлкен үлесі зор. Жусан банктың Қызылорда қаласындағы филиалы біздің осы компания, МОВ компаниясының барлық проектларын, көп шоурумдарды сатып алуға, тағы да басқа товар обороте, сондай заттарды импорттауға көмектесуге, және даму қорынан бізге үлкен жеңілдіктермен, несиелер берумен бізге көп өзінің үлестерін қосып келе жатыр. Соған 30 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған сауда үйінің ашылу салтанатында қала әкімінің орынбасары Дінмұхамед Ермеков сөз сөйледі. Ол шаһар тұрғындарын ауқымды жобаның жүзеге асуымен құттықтап, кәсіпкерлерге жылы лебізін білдірді. Баламасы жоқ сауда үй талғамы жоғары қызылордалықтың жиі келетін орнына айналатынына сенемін. Жаңа кеңсе жиһаздарынан сауда үйінің жұмысына сәттілік, сізге және ұжымдастарыңызға толағай табыс пен кәсіби ілгерілеу тілеймін. Құрметпен Қызылорда қаласының әкімі Асылбек Шамен құттықтаймын. Айта кету керек, әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған шараларға өз үлесін қосып келе жатқан жеке кәсіп иесі 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы аясында субсидиялау бағытымен даму кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы қаражат алып, бүгінде кәсібін өрге дөңгелетіп отыр. Бибінұр Қаражанова, Нұрдәулет Шадымұрат, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.